3-ші орын келе жатыр, жоңышқан мынандай су жоқ, огородта су жоқ. Ағын су жоқ дейсіз? Ағын су жоқ. Біреулер суғарса, анадан асады ғой енді. Ол суға талас қырғын жетпейді. Жаңа азанды мына кісіге айтсақ, ақшасы өліп кетті, біресе өліп кетті, маған бақыр бар. Кім? Ол судың егесі. Ағын су. Бізге мынандай еді. Суббота базар күні ауылға су беретін еді. Огородты суғарып, қалған кезде поляны суғаратын еді. Ондай су жоқ. Сол мүмкіндік бар ма деп айтамын. Су мұрап реттей алмай отыр, қалған адамдар оны да жаңа тыңдамай отыр, сондықтан кезектілікпен берсе жетеді негізі. Сол жағына қарай жұмыс істеу керек деп қана. Мен енді спортына Құдайдың құттығын қарап отырмын. Бізге заявка берген положенный судың көлемі келді ма, келген жоқ па деп. Сол азайып қалатын болса, мен сразу облыстың әкім орынбасарына, одан комитетке, анау біздің қатысушыларға солардың бәріне звондап, бір күн, бір жарым күннің ішінде сол суды қайта толтырып тұруға тырысып жатыр да. Ол істеліп жатыр, көлемін алып отырмын да. Бірақ халықтың ішінде жаңағы мәселе қайта-қайта туындап жатыр. Су жетпейді деген. Енді реттеп келгенде су мұраптарында бұл жерде кемшіліктері бар. Өйткені жаңа бір жерге көбірек кетіп жатыр, біреуіне жетпей қалып жатыр. Сол жетпей қалғаны бүкіл аудан бойынша су жетпей жатыр деп айғайлап жатыр. Ол олай емес. Бізде шаруа қожалықтары 4000-нан асады. Соның ішінде кейбір 100 шақтысына жетпей жатқан шығар, сол айғайлап жатқан солар. Қалғандары бәрі суын алып отыр ғой.